Грейпфруттың 7 пайдасы. Біріншіден, салмақ жоғалтуға тиімді. Грейпфрут тобындағы адамдарда қандағы инсулин деңгейі төмен болған. Бұл салмақ жоғалту жоғарылауымен байланысты екенін атап өтті. Салмақ жоғалтуға арналған грейпфруттың артықшылықтары сәтті дәлелденді. Екінші, инсулиннің төзімділігі. Грейпфрут құрамында наринин сияқты антиоксиданттар бар. Олар инсулинге сезімталдығын жақсартады және салауатты салмақ сақтауға көмектеседі. Ғалымдар наринген бауырды майды сақтауға емес, күйдіруден талдыратын анықтады. Грейпфрут инсулин деңгейін метформин сияқты тиімді төмендетуге көмектесетіні анықталды. Үшінші, тәбетті басу. Инсулинге сезімталдық жоғарылаған кезде және организм қандағы қан мөлшерін бақылайтын болса, жасушалар тағамнан шыққан заттарды жақсы қабылдайды. Төртінші, жоғары холестерин. Грейпфрутта еритін пектин талшығының арқасында. Бұл жеміс холестеринді азайтады. Бесінші, жүрек қан тамырлары өзінің антиоксиданттары мен калийінің арқасында грейпфрут қан тамырларының кеңеюін сақтайды. Қандағы қанттың мөлшерін өзгертеді. Салмақ жоғалтудан ынталандырады. Әділі холестерин мен тригглицеридтерді төмендетеді. Алтыншы, іш қату. Грейпфруттың қышқылдағы өт түзілуін сақтауға көмектеседі. Ал талшықпен үйлескенде ас қорыту жақсартады. Жетінші, иммунитетті қолдау. Құрамында С дәрумені және басқа антиоксиданттар бар. Бұл жеміс иммундық жүйеге инфекциялармен және суықтымен күресуге көмектеседі. С дәруменің ауыз қуысы мен асқазан қатерлі ісігінен сақтайтын кейбір белгілері бар. Грейпфрут сонымен бірге еркін қанды радикалдармен күреседі. Қатерлі ісік, инсульт, инфаркт бәрі тексерілмеген осы радикалмен байланысты болуы мүмкін. Ол қатерлі ісікке қарсы қасиеттерден басқа бүйрек пен бауырдағы тастардың пайда болу қаупін азайтады және гепатит С вирусының алдын алуда өте тиімді. Менің YouTube каналым Маржан Бөрікбаева деген каналға тіркелуіңізді